Атомдық әдеттер. Авторы Джеймс Клир. Джеймс Клир кезінде бейсбол ойнаған спортшы. Ол қатты жарақат алып, тіпті өміріне қауіп төнеді. Сол сәттен бастап ол мықты мотивация емес, ұсақ, бірақ жүйелі әдеттермен қайта қалпына келеді. Күніне 1% даму арқылы, бұрынғыдан да мықты адамға айналады. Ол бұл тәсілдің тек өзіне емес, кез келген адамға жұмыс істейтінін дәлелдеді. Сөйтіп ғылыммен үйлестіріп, осы кітапты жазды. Кітаптың негізгі идеясы. Үлкен өзгерістер, кішкентай, қайталанатын дұрыс әрекеттерден тұрады. Бір реттік шабыт емес, жүйе керек. Күн сайынғы 1%-дан даму, бір жылда 37 есе жақсы нәтиже береді. 4 негізгі заң, жаңа әдетті қалыптастыру жүйесі. 1. Әдетті көрінетін ет. Миға сигнал керек. Неғұрлым әдет көзге көрінсе, соғұрлым тез қабылданады. Мысал, кітап оқу керек пе? Кітапты көз алдыңда тұрсын. Теледидар көп көргің келмесе, пультті көзден таса қыл. Көз көрмегенді ми ұмытады. Сондықтан алғашқы қадам көзбен көру арқылы әрекетке итермелеу. 2. Әдетті тартымды ет. Ми рахат сезіммен байланысқан әрекетті жиі қайталайды. Мысал, жүгіруге шығайын деп тұрсың ба? Сүйікті музыкаңды қоса сал. Жаңа істі ұнайтын сәтпен байланыстыру мотивацияны арттырады. Автор бұл жерде әдетті одақтастыру тәсілін қолдануды ұсынады. Шай ішкен соң 5 минут кітап оқимын деген секілді. Сонымен бұл алғашқы 2 заң. Ең қарапайым, бірақ ең мықты бастамалар. 3. Әдетті оңай ет. Адам миы қиын емес, жеңіл әрекетті қалайды. Сондықтан неғұрлым әдетті жеңілдетсең, соғұрлым ол тұрақталады. Мысалы, күнне 1 бет оқимын деп баста. Кейін 1 бет 10 бетке айналады. Залға бару қиын ба? Үйде 2 минут жаттығудан бастай бер. Мақсат үлкен нәтиже емес, тұрақты бастау. Автор бұл әдісті 2 минуттық ереже деп атайды. Жаңа әдетті бастау үшін 2 минуттан аспайтын нұсқасын таңда. 4. Әдетті қанағаттанарлы ет. Әр әрекеттен кейін жақсы сезім болса, ми оны бекітеді. Мысал, кітап оқыдың ба, күнделікке орындалған белгісін қой. Жаттығу жасадың ба, өзіңді мақтап кішігірім марапат жаса. Миға міне нәтиже бар деген белгі керек. Сол кезде ол әдетті ұтымды деп қабылдайды. Қосымша тәсілдер, әдетті байлау, шай ішкен соң 5 минут оқу. Көрсеткіш тізбек, әр күн жасаған әдетіңді күнтізбеге белгілеп отыр. Бір күні жіберсең, келесі күні міндетті түрде жалғастыр. Қорытынды. Бәрі сенің болмысыңа байланысты. Сен спортпен айналысатын адам болғың келсе, онда спорт жасаушы емес, сол болмысты иеленуші бол. Кітаптың алтын қағидасы. Болғың келетін адамды елестет, сол адамның әдетін дәл бүгіннен баста.